Сәлеметсіз бе, құрметті домбыра тартып үйренгісі келетін жан. Қазақтың ұлттық өнерін насихаттайтын арнаға қош келдіңіз. Бүгін сіздерге көп адамның өтініші бойынша сіздердің барлық комментарийлеріңізді оқып отырып, бәрінен де «Сен сұлу» атты керемет әнді домбырада тартып үйретуді шештім. Бүгін осы әнді үйрететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Ал егер сіз менің арнама жаңадан қосылып отырған жан болсаңыз, дәл қазір видеоның астында отырған подписаться деген кнопканы басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Әр апта сайын мен осындай сіздер өтінген барлық қазақша әндерге ретімен видео сабақтар шығарып отыратын боламын. Барлығы осындай өте түсінікті болады. Сіз өзіңіз үйренгіңіз келетін ән болса жаза кетіңіз, және домбыра тартып үйренгісі келетін басқа да жақын таныстарыңыз болса, міндетті түрде менің видеоларымды тарата отырыңыз. Қазақтың домбырасын бірге танытайық. Менің видео сабағымды енді ғана көріп отырған адамдар үшін тағы да бір нәрсе айта кетейін. Жалпы дәл қазір сізге осы видео сабақ түсінікті болу үшін мынаны міндетті түрде білуіңіз керек. Менің түсіндіруім бойынша домбыраның ең жоғарғы жағындағы перне бұл 0. Яғни 0-ден бастап ары қарай 1, 2, 3, 4, 5, 6 болып кете береді. Осылай санап бірінші жаттап алыңыз. Одан кейін дәл қазір мен сізге мысалы 4-ті бас деп айтамын. Сол кезде 4-ті басыңыз. 6-ны бас десем 6, 2-ні бас десем 2. Әр перненің санын айтқан кезде қателеспей басып отырсаңыз болғаны, қалғанының бәрі өте оңай болады. Сонымен қатар менің арнама кіріп көрсеңіз, басқа да қазақша әндерге түсірілген видео сабақтар бар. Оның ішінде хит әндер, халық әндері, дәстүрлі әндер және шәмшінің әндері сияқты абай әндері де барлығы бар. Кіріп үйреніп көрсеңіз болады. Ендеше бүгінгі әнімізді үйренуді бастайық. Ең алдымен әдеттегідей сіздерге бір рет домбырада әуенін толық тартып көрсетемін. Мұқият тыңдап отырыңыз. Қазір дәл сіз осыны тартатын боласыз. Егер дәл осы керемет әнді сіз де домбырада толық тартып үйренгіңіз келсе, видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Байқағаныңыздай мен дәл қазір әнді тек қана астыңғы ішекті басу арқылы ойнадым. Негізінде бұл әнді жоғары жақта қатты айқайламай астына түспей тарту үшін жоғары жақты да басу керек болады. Бірақ оны қарапайым домбыраны енді ғана үйреніп келе жатқан адамдар үйрені тарта алмайды. Жоғары жақты да алып, сол үшін мен барлығы оңай болу үшін тек қана астыңғы ішекті басу арқылы әнді шығарып сіздерге қазір үйрететін боламын. Жалпы әннің қағысы былай: төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары, яғни түсінгеніңіздей алма кезек қағыс. Үнемі осылай кезек төмен, жоғары қағып отырамыз. Сіздерге бірінші жай қағыспен түсінікті үйрететін боламын. Жаңа мен ойнағаным тез қағыс. Бұл тез қағыс өте оңай. Төмен, жоғары. Яғни оған кейін өздеріңіз салып алсаңыздар да болады, немесе жай мен қазір үйрететін қағыспен үйренсеңіздер де болады тартып. Ендеше әнді үйренуді бастайық. Жалпы бірінші шумағында 4 қатар бар, сосын екінші шумағында да, үшінші шумағында да 4 қатар бар. Соның қазір сіз бірінші шумағын домбыраға салсаңыз, қалған екеуі қайталау болады. Ал қайырмасы өзі 8 қатардан құралған екен. Оның барлығын домбыраға салатын боламыз. Ендеше бірінші шумағының бірінші қатарындағы сөздер: жаз күніндей жайнаған. Осы сөздер домбыраға саламыз, мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен жаз деген буынды ешқандай пернені баспай ашық бір қағыс қағып ойнаймыз. Төмен қарай қағыс басталады осылай. Жаз. Келесі кө деген буынды айтатын кезде бірінші пернені ұстаймыз, бірінші саусақпен бір қағыс қағамыз. Жоғары қарай кө. Келесі ніндей деген буындарды екінші пернені екінші саусақпен ұстап тұрып айтамыз. 2 қағыс ойнаймыз, төмен, жоғары. Ніндей. Келесі жай деген буынды айтатын кезде қайтадан бірінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз.
және бір қағыс қағамыз. Жай. Келесі на деген буынды айтатын кезде енді бір қағыс ешқандай пернені баспай ашық ойнаймыз. Жоғары қарай бір қағыс. На. Келесі ең соңғы ған деген буынды айтатын кезде екінші пернені қайтадан екінші саусақпен ұстаймыз да екі қағыс қағамыз, төмен жоғары. Ған. Осылай. Сізге түсінікті болды деген ойдамын. Жалпы бірінші қатар қысқа ғана осылай аяқталады. Сізге бір рет толық орындап көрсетемін. Мұқият қарап отырыңыз. Осылай. Түсінікті болды деген ойдамын. Ендеше қайта-қайта тартып жаттап екінші қатарға көшейік. Оның сөздері: масатыдай жер сұлу. Осыны домбыраға саламыз. Ең алдымен маса деген буындарды біз төртінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, екі қағыс қағып айтамыз. Осы жерде тұрып, алма кезек, төмен жоғары. Маса. Келесі т деген буынды айтатын кезде алтыншы пернені кішкентай саусағымызбен ұстаймыз, ал бас бармақ төртінші перненің жоғары жағында осылай тұра береді. Және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Төмен қарай. Т. Келесі дай деген буынды айтатын кезде дәл жаңағы қайтадан орнымызға барамыз. Төртінші пернені бірінші саусақпен былай ұстаймыз, бір қағыс қағамыз. Дай. Және келесі жер деген буынды айтатын кезде екінші пернеге қарай жылжимыз, оны бірінші саусақпен ұстаймыз да бір қағыс қағамыз. Жер. Келесі со деген буынды айтатын кезде бірінші пернеге барамыз, бірінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс. Со. Және ең соңғы лу деген буынды айтатын кезде екінші пернені екінші саусақпен ұстаймыз былай, және екі қағыс қағамыз, төмен жоғары. Лу. Осылай. Жалпы екінші қатар түсінікті болды деген ойдамын. Бір рет толық орындап көрсетемін. Әуені былай шығу керек, мұқият қарап отырыңыз. Осылай. Сіз үшін жай тартып көрсеттім. Енді келесі үшінші қатарға көшейік. Үшінші қатардың сөздері: аққу қаздар тойлаған. Осы сөздерді домбыраға саламыз. Мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен ақ деген буынды тағы да ашықтан бастаймыз. Ешқандай пернені баспай бір қағыс қағамыз. Жаңағы бірінші қатарға ұқсас болады. Мұқият қарап отырыңыз. Ақ. Келесі қу деген буынды айтатын кезде бірінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс қағамыз. Қу. Және келесі қаздар деген буынды айтатын кезде екінші пернені екінші саусақпен ұстаймыз, жаңағыдай екі қағыс ойнаймыз. Қаздар. Және келесі той деген буынды айтатын кезде төртінші пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз былай, ал бас бармақ екінші перненің жоғары жағында осылай тұра береді. Және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Той. Ла деген буынды айтатын кезде екінші пернені бірінші саусақпен қайтадан ұстаймыз да бір қағыс қағамыз. Ла. Және ең соңғы ған деген буынды айтатын кезде алтыншы пернеге қарай барамыз, бірінші саусақпен ұстаймыз мінекей алтыншы пернені. Және осы жерде тұрып, негізінде былай 8 қағыс ойнаймыз. Там, там, там деген. Немесе бұл қағыс орындай алмай жатсаңыз, жай ғана осылай 8 қағыс ойнай салсаңыз болады. Жалпы үшінші қатар бәрін түгел тартқан кезде былай болады. Мұқият қарап отырыңыз. Осылай. Түсінікті болды деген ойдамын. Сіз үшін тағы да жай тартып көрсеттім. Осымен үшінші қатар да аяқталды. Енді келесі ең соңғы қатарға көшейік. Төртінші қатар. Айдын, шалқар, көл, сұлу. Осыны домбыраға саламыз.
Ең алдымен ай деген сөзді 9-шы пернені кішкентай саусақпен ұстап тұрып айтамыз. Ал бас бармақ 7-ші перненің жоғары жағындағы шекті осылай басып тұрады. Және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Айдан деген буынды айтатын кезде 7-ші пернені былай 2-ші саусақпен ұстаймыз осылай. Бас бармақ жоғары жағында тұр, бір қағыс қағамыз. Дан. Келесі шалқар деген буынды айтатын кезде енді 6-шы пернені 1-ші саусақпен ұстаймыз осылай. Және осы жерде тұрып 2 қағыс қағамыз. Төмен жоғары. Шалқар. Және келесі көл деген буынды айтатын кезде енді 4-ші пернеге қарай жылжимыз. Мінекей. 1-ші саусақпен ұстаймыз да бір қағыс қағамыз. Көл. Және со деген буынды айтатын кезде 2-ші пернені ұстаймыз. 1-ші саусақпен бір қағыс қағамыз. Со. Және ең соңғы ло деген буынды айтатын кезде 6-ші пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз. Бұл жолы былай бас бармақ 4-нің жоғары жағында тұрады. Осы жерде тұрып 8 қағыс ойнаймыз. Ло. Осылай. Жалпы осымен 4-ші қатарды аяқталды. Сіздерге бір рет толық орындап көрсетемін, мұқият тыңдап отырыңыз. Түсінікті болды деген ойдамын. Осымен біз әннің шумағын түгелдей домбыраға салдық. Барлық енді бірінші шумақ осылай болса, қалған екінші шумақта, үшінші шумақтың да әуендері дәл осылай тартылады. Тек сөздері ғана басқаша. Оны енді өздеріңіз сала аласыздар. Тек әуен қайталана береді. Соны ұмытпаңыз. Мінекей әннің ортасына да келіп жеттік. Енді әннің қайырмасын үйренсеңіз болғаны. Менің арнама әлі де тіркелмеген болсаңыз, есіңізге сала кетейін. Дәл қазір тіркелуді ұмытпаңыз. Жанында тұрған қоңырау шарын міндетті түрде жағып қойыңыз. Сонда сізге менің арнамда шыққан әрбір жаңа видеодан сізге хабар келіп отыратын болады. Сіздер өтінген әндердің барлығын мен ретімен осылай апта сайын видео сабақ ретінде шығарып отырамын. Менің мақсатым қазақтың ұлттық өнерін жаңғырту, домбырамызды осылай насихаттау және көптеген ұмытылып бара жатқан халық әндерін, дәстүрлі әндерін адамдарға кеңінен домбырада тартуды үйрету. Менің ұлттық өнерді насихаттауға өзіңізді үлес қоса аласыз. Менің видеоларымды басқа достарыңызға, таныстарыңызға тарата отырыңыз. Әннің қайырмасын үйретуді бастайын. Бірінші қатарындағы сөздер өзге денде ең сұлу. Қиын емес, соңына дейін көріңіз. Ең алдымен өзгеден де ең сұлу деген қатарды домбыраға саламыз. Бастайық. Бірінші өз деген сөзді 7-ші пернені 1-ші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Мұқият қарап отырыңыз. Өз. Ге деген буынды 6-ші пернеге қарай жылжып, 1-ші саусақпен ұстап, бір қағыс қағып айтамыз. Жоғары қарай. Ге. Ден деген буынды айтатын кезде 4-ші пернеге қарай жылжимыз. 1-ші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс қағамыз. Ден. Және келесі де деген буынды айтатын кезде қайтадан 6-ға қарай барамыз. 1-ші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс. Де. Осылай. Келесі ең деген буынды айтатын кезде 7-ші пернені қайтадан ұстаймыз. Бірақ осы жолы 2-ші саусақпен ұстаймыз былай. Және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Е. Және келесі со деген буынды айтатын кезде 9-ші пернені 1-ші саусақпен ұстаймыз былай, бір қағыс қағамыз. Жоғары қарай. Со. Келесі лу деген буынды айтатын кезде енді 11-ші пернеге қарай жылжимыз. Оны да 1-ші саусақпен ұстаймыз былай, бір қағыс қағамыз. Төмен қарай. Лу. Келесі у деген буынды тағы да созып айтамыз. Оны 14-ші пернені кішкентай саусақпен ұстап айтамыз. Мінекей 14-ті басып тұрмын. Мұқият қарап алыңыз. Енді ал бас бармақ былай 11-ші перненің жоғары жағында тұрады. Және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз жоғары қарай. О. Жалпы
Осымен бірінші қатар аяқталды. Бұлай болады, толықтырып көрсетемін, мұқият қарап отырыңыз. Осылай. Түсінікті болды деген ойдамын. Енді келесі қатарға көшейік. Екінші қатар. Өмірлік, дос, тең, сұлу. Осы сөздерді домбыраға саламыз, мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен деген буынды біз 13-ші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып айтамыз. Және 13-ші перне міне мұнда. 13-ті ұстап тұрып бір қағыс қағамыз. Төмен қарай. Мір деген буынды айтатын кезде 11-ге қарай жылжимыз енді. Мінекей 11. Бір қағыс қағамыз. Төмен қарай. Ойбай, жоғары қарай екен, кешіріңіздер. Мір. Келесі лік деген буынды айтатын кезде 6-шы пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен бір қағыс қағамыз. Төмен қарай. Лік. Келесі дос деген буынды айтатын кезде 4-ші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен былай бір қағыс қағамыз, жоғары қарай. Дос. Келесі тең деген буынды айтатын кезде 2-ні ұстаймыз. 2-ші пернені бірінші саусақпен бір қағыс қағамыз, төмен қарай. Тең. Со деген буынды айтатын кезде енді қайтадан 4-ке барамыз. Бірінші саусақпен ұстаймыз 4-ші пернені, бір қағыс қағамыз, жоғары қарай. Со. Және лу деген ең соңғы буынды айтатын кезде 6-шы пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз. Бас бармақ 4-ші перненің жоғары жағында кішкентай осылай басып тұрады. Және осы жерде тұрып 2 қағыс қағамыз, төмен жоғары. Лу. Осылай. Осымен екінші қатар да аяқталды. Тағы да бір рет толық орындап көрсетемін, мұқият тыңдап отырыңыз. 13-тен басталады. Осылай. Түсінікті болды деген ойдамын. Төменнен бастап жоғарыға қарай жылжимыз. Бәрі көбінесе бірінші саусақпен ойналады. Қайта-қайта тартып жаттап алыңыз. Енді келесі 3-ші қатарға көшейік. Оның сөздері өзім сүйіп ұнатқан. Осы сөздерді домбыраға саламыз, мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен деген буынды біз 11-ші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып бастаймыз былай. Мінекей. 2 қағыс қағамыз, төмен жоғары. Келесі деген буынды айтатын кезде 13-ті ұстаймыз, тағы да бірінші саусақпен ұстаймыз. Мінекей, бір қағыс қағамыз, төмен қарай. Келесі деген буынды айтамыз. Сол кезде 14-ші пернені қараңыздар, 2-ші саусақпен ұстап жатырмын. 14-ті бас бармақ жоғары жағында тұрады, бір қағыс қағамыз, төмен қарай. Жоғары қарай, кешіріңіздер. Жоғары қарай бір қағыс. Және келесі сүй деген буынды айтатын кезде 13-ті қайтадан ұстаймыз. Бірінші саусақпен жаңағыдай бір қағыс қағамыз, төмен қарай. Сүй. Және келесі деген буынды айтатын кезде 11-ді ұстаймыз. Қайтадан бірінші саусақпен мінекей бір қағыс қағамыз, жоғары қарай. Түсінікті болды деген ойдамын. Сәл астында болғандықтан күрделірек, бірақ қайта-қайта тартып жаттап алыңыз. Енді әрі қарай деген буынды айтатын кезде 9-ші пернені ұстаймыз. Бұл жер әрі қарай оңай. Бірінші саусақпен ұстадым, бір қағыс қағамыз, төмен қарай. Келесі деген буынды айтатын кезде қайтадан 13-ке барамыз. Мінекей 13-ші перне. Және келесі деген буынды айтатын кезде қайтадан 13-ші пернеге барамыз. Бұл жолы оны кішкентай саусағымызбен ұстаймыз осылай. Сонда бұлай болады. Бас бармақ 11-ші перненің жоғары жағында осылай тұрады. Және осы жерде тұрып біз және келесі деген буынды айтатын кезде біз 13-ші пернені бұл жолы кішкентай саусағымызбен ұстаймыз. Бас бармақ 11-дің жоғары жағында осылай тұрады. Және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз, жоғары қарай.
нат. Келесі қан деген буынды айтатын кезде 11-ге барамыз. 11-ші перне мінекей, бірінші саусақпен ұстадым. 2 қағыс қағамыз, төмен жоғары. Қан. Осылай. Жалпы үшінші қатары былай болады. Тек қана әуенін тартып көрсетемін. Мұқият қарап отырыңыз. Тек қана төмен жерде ойналады, төмен астында ғана ойналады. Бірақ оңай, мұқият қарап отырыңыз. Осылай. Түсінікті болды деген ойдамын. Осымен үшінші қатар да аяқталды. Қайта-қайта тартып, ең алдымен осы 3 қатар жаттап алыңыз. Енді ең соңғы қатарға да келдік. Өзі 4-ақ қатардан құралған, жаңа айтқанымдай. 4-ші қатар сөздері бәрінен де сен сұлу, сен сұлу. Осы сөздермен аяқталады. Осыны домбыраға саламыз, мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен бәрі деген буынды біз 6-шы пернені 1-ші саусақпен ұстап тұрып, 2 қағыс қағып айтамыз. Төмен жоғары. Бәрі нен де деген буындарды айтатын кезде тағы да 4-ке барамыз. 1-ші саусақпен 2 қағыс қағамыз. Төмен жоғары. Нен де. Келесі сен со деген буындарды 2-ші пернені 1-ші саусақпен ұстаймыз. 2 қағыс қағамыз. Төмен жоғары. Сен со. Келесі лу деген буынды айтатын кезде 1-ші пернені 1-ші саусақпен ұстаймыз. 1 қағыс қағамыз. Лу. У деген әріпті созамыз. Соны айтатын кезде 1 қағыс ашық ойнаймыз. Ешқандай пернені баспай. 1 қағыс жоғары қарай. О. Келесі сен деген тағы да айтатын кезде сен деген сөзі 2-ші пернені ұстап айтамыз. 2-ші саусақпен 1 қағыс қағамыз. Төмен қарай. Сен. Келесі со деген буынды айтатын кезде 1-ші пернені қайтадан ұстаймыз. 1-ші саусақпен және 1 қағыс қағамыз. Жоғары қарай. Со. Және ең соңғы лу деген буынды айтатын кезде біз ашық ортаға барамыз. Негізі бұлай 8 қағыс ойнаймыз. Лу. Егер бұл ортаны ұстай алмайтын болсаңыз, жай ғана 8 қағыс ашық ойнасаңыз болады бұлай. Осылай. Жалпы ең соңғы қатар түгел тартып көрсетемін. Әуені бұлай болу керек. Мұқият қарап отырыңыз. Өте оңай. Жалпы осылай. Мінекей, сіз әннің қайырмасында толық домбыраға салдыңыз. Сізге түсінікті болу үшін әннің шумағында, қайырмасында бір рет толық жай қағыспен орындап көрсетемін. Мұқият тыңдап отырыңыз. Жалпы бұлай болады.
мінекей жалпы әннің ойналуы осылай болады домбырада. Толық үйрене алдыңыз деген үміттемін. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін көп рахмет. Арнаға әлі де тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір тіркелуді ұмытпаңыз. Және лайк басып, комментарий жазып, қазақтың ұлттық өнерін насихаттайтын арнаны қолдай кетіңіз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыз.